келіншегім кетті пайғамбарымызға сәлем беруге. Ал бізге бұл жолы бұйырмады кіруге. Себебі арнайы қосымша бар. Ол қосымшамен еш қалай тіркеле алмадым. Бұйырмады. Қайсысы қасиеттілік жағынан, қайсысы абзал? Тыңдала біледі. Сауап тұрғысынан, құлшылықтардың сауабы көбею тұрғысынан Мекке жоғары. Сауап тұрғысынан. Сауап тұрғысынан, өйткені бұл жерде құлшылығыңыз, намазыңыз 100 мың есе. Бірақ қасиеттілік жағынан Медина жоғары. Не үшін? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан жер. Осы бүкіл әлем адам-атадан бастап ертең қияметке дейін Алланың ең сүйіктісі, ең абзал, ардақты адамы ол пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз Алланың құзырында да Меккеден де қайым. Сондықтан біз Меккені ерекше жақсы көреміз, пайғамбарымыз жақсы көрді, пайғамбарымыз осы жерде тұрылды. Ибрахим пайғамбарлардың жері болған, Исмаил пайғамбарымыз тұрған жер. Бірақ біз енді одан да қасиетті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасына қонаққа бара жатырмыз. Ал біздің келесі сапарымыз Меккеден шығып Медина қаласына бара жатырмыз. Қасиетті қаладан бұл қалаға пайғамбарымызға сәлем беруге барамыз. Қазір Мекке қаласынан Мединаға жолға шықты. Жылдам жүретін пойызбен қазір жылдам жүріп арамыз. Қаншамен жүріп келе жатқанымызды 300 км сағатына жүріп келе жатырмыз. Бұйырса 1,5 сағатта Медина қаласында боламыз. Және бір қызығы, мына жақта ондай жылдамдықпен келе жатқанымыз сезілмейді. Алланың қалауымен нұрлы қала Мединаға келдік. Ағамыз Мединаға келді. Қош келдіңіз аға. Пайғамбарымыздың үйіне келдік. Қадамыңыз құтты болсын. Әмин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласында барынша әдеп сақтаңыздар. Қандай бағанағыдай нәпсіңізге тиетін нәрсе болса да, ұнамайтын нәрсе болса да, өзіңіз үшін емес, пайғамбарымызға сабырлаңыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы қаланың иесі. Шақар сумкаңды берсей маған. Бола берсін ба? Әкел, ұстай жүрейін әзірге. Бола берсін. Ішінде еш нәрсе бар. Жақтан жүрейді. Аллаға отырған мешіт. Алланың қалауымен Медина қаласына келдік. Жүректе қуаныш. Нұрлы қалада адамдардың жүздері нұрланып жүреді. Сезімді айтып жеткізу мүмкін емес. Келіншегім жылайды. Жылау десеңізші. Иә, жылау. Жылау десеңізші. Бүгін Алла қаласы мүмкіндік болса Раудаға кіреміз. Қараңыздар, қаншама адамдар осы Мединада жүр. Бір келген адам осы Мединаға келе бергісі келеді. Пайғамбарымыздың мешітіне келе жатырмыз. Пайғамбарымыздың сүйген қаласы. Осы қаланы жақсы көрген. Және біз сол қаладамыз. Құстарды қараңыздар, кептерлерді. Нан қараңыздар. Зонтик жабылып жатыр.
мына көріністі көру үшін біреулер біраз уақыт күтеді. Тап соған турасынан келдік қой. Қараңыздар. Мынау шатыр күндіз ашылады, кешкісін жабылады. Дәл соның жабылуына тура келдік. Күндіз келген халықты күннен қорғап. Мына жерде қаншама осындай зонтиктер бар. Қазір жабылып жатыр. Әрбір жүрген қадамыңызда бір сәт көзіңіз алдыңызға елестетің. Сіздің басып тұрған табан жеріңіз пайғамбардың аяғына басқан жер. Сондай сезіммен жүру керексіздер. Еркектер ихрамда қалдырып кетті ма? Меккеде не істедіңіздер? Албадыңыздар ма? Ихрамға бір оқиға айтпақшы еді. Айтсам шошып қалып жатырсыздар. Айта салайын. Бір бауырымыз бірнеше адам болып келіп Меккеге умра істегеннен кейін енді көбінесе еркектер ихрамды қалдырып кетеді. Жас жігіт 25 арасында осындай жігіт бар. Осы бәрі ихрамды тастап жатқанда мен тастамаймын дейді. Мен ихрамды елге алып кетемін. Өлсем осы ихрамға келмейді екенімді не дедім. Бәрі қызғады машалла ниетім түсті екен ғой деп. Ана жігіт елге айтқаннан кейін ниетім деген қайтыс болады. Енді сол ихрамды ғана бір жетеді. Қараңызшы ниеттің қандай болды, иә? Сіз де бұл қалаға қандай ниетпен келдіңіз? Алла тағала сол ниетіңізге жараса сіздің сауабыңызды береді, сіздің ниетіңізді қабыл етеді. Ең әдемі киімдеріңізді киесіздер, ақ болса нұрсын болады, соларды киіп, хош иістеріңізді сеуіп, еркектер пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям мешітіне барып намаз оқиды. Пайғамбардың мешітіне барасыздар. Айтқанда бұл ғалымдар айтады, мединаның әдебі дейді. Қазір ақшамның уақыты жақындап қалды. Барлығымызға осындай кішігірім дастархан жасап жатыр. Әрбір адамға осындай бокс. Ішінде қасығы бар, салфеткасы бар, су, қаймағы, құрмасы. Достар, құрманы аласыздар. Дәнін алып тастап, құрманың өзін осылай қаймаққа батырып жейсіздер ғой. Дәмі деген енді балмұздақтан артық қой, балмұздақтан артық. Бірақ дәл осы құрма, дәл осы йогурт болу керек. Келіншегім кетті пайғамбарымызға сәлем беруге. Жансын. Ал бізге бұл жолы бұйырмады кіруге. Себебі арнайы қосымша бар. Ол қосымшамен еш қалай тіркеле алмадым. Нөмірді ауыстырсам да, почтаны ауыстырсам да еш қалай тіркелуге мүмкіндік болмады. Ал бұл жерге тек қана тіркеумен ғана кіресің. Бұйырмады.
Бірақ енді Аллаға есігінің қасына барып сәлем беріп келдім енді. Қаншама адамдар кіріп жатқан кезде солардың кіріп қуанып шыққандарын көру кәдімгі жүрекке ауыр тиеді. Келіп тұрып сәлем бере алмау жүрекке қатты әсер етеді. على طول. Ешкім асықпайды, ешқайда. Lại đuổi chú ấy không thể. Peygamberimize selam veriyor olacak. الزارع السلام، نقبل الزارع السلام يا اخوان. يلا يلا بيسار، يلا نقبل الزارع السلام. يلا يا اخوان. عاصم عاصم عاصم. حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أبو بكر. السلام عليكم يا حبيب الله. حجي حجي. السلام عليكم يا يلا يا حج، يلا ارضى عليك، يلا يا زال.
Аллаға шүкір. Пайғамбарымызға сәлем бере алмайын ба деп едім. Аллаға шүкір. Есік ашық болып пайғамбарымызға сәлем беріп шығып келе жатырмын. Я Алла, сансыз шүкірлер болсын. Сені рахметіңмен, я Аллах Тағала өзіңнен сұрап, өзіңнен қалауыңмен осында кіріп шығып келе жатырмын. Әрбір мұсылман бауырымызға, әрбір қазаққа осында келіп пайғамбарымызға сәлем бұйырсын. Жүректен шыдалды, Аллаға шүкір жүректен шыдалды. Ойда жоқты. Жаңа өтіп бара жатқан мына жақта елдер кіріп жатыр екен. Мен де артынан кіріп барып едім. Я Алла, тура жолмен кәдімгідей пайғамбардың қасына. Ойлашы, сен мына жерде өтіп бара жатсың. Сенің қасыңда бір 2 метр жерде пайғамбарымыз жатыр. Оның қасында Әбу Бәкір, оның қасында Омар, кәдімгідей ең жақсы көрген өзінің достарымен бірге жатыр. Шүкір, Аллаға шүкір. Сөйтеді соғыс басталады, сахабалар не бір батырлық көрсетсе жеңіп бастайды. Ана жерден анау Халид ибн Валид басында бірінші рет бағанағы кішкентай таудың артынан келеді. Садақшылардың таудың артынан садақшылар қорғайды, өте алмайды. Екінші рет келеді, қорғайды. Сөйтеді уже мушриктер жеңілдік деп қашып бастайды. Қару-жарақтарын тастап қашады. И сол жерде Али, Абу Бәкір, Омар радиаллаху анху қоршап тұрады. Сол кезде Мусаб ибн Умайр деген пайғамбар сахабасы болады. Ол сахаба пайғамбарға ең қатты ұқсайды болған. Жүрісі, дене бітімі, соны өлтіреді. Соны өлтірген кезде мушриктер айқайлайды, Мұхаммед өлді деп. Шатастырады. Мұхаммед өлді болды деп. Енді ауыр сөз ғой, Мұхаммед өлді деген кезде саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар өздері тастап қояды. Сөйтеді 15-20 сахаба пайғамбар қоршайды. Қоршап, барынша қорғап, Ухуд тауының ішіне қарай қашады. Уже бұл жеңілді соғысты. Тек қана өздерін құтқару керек. Сөйтіп пайғамбар сол Али, Абу Бәкір, Омар радиаллаху анху ашып тұрады да Ухуд тауының ішіне қашады. Адамдар кішкене жоғарыда тұр ғой, сол садақшылар тауы. Сол жер оң жағымызда. Қазір біз Ухуд тауына келіп жатырмыз. Бүгін бізде экскурсия. Жалпы пайғамбар заманында маңызды 3 соғыс болса, соның бірі осы Ухуд тауында болған соғыс. Мына таудың басында 50 садақшы болған. Осы жерде үлкен соғыс болған. Пайғамбарымыз осы жерде қатты жараланған. Одан кейін барып Ухуд тауының артқы жағына қарай қашқан. Енді мына жерде пайғамбардың ең сүйікті 70-ке жуық сахабасы қайтыс болған. Бүгін бізде экскурсия, осының барлығымен танысып жатырмыз. Бір нәрсені айтам. Мединада бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде 70-80% бәрі құрма. Мынандай жол жоқ. Жолдар кішкене қуыстар ғана болады, бүйтіп жүреді. Көзіңіз алдына елестетсе, бәрі қалан, бәрі жап-жасыл. Енді соғысына ортада болады, мына жерде. Бағана айтқандай, пайғамбар саллаллаху позицияны таңдады ғой. Бірақ бір минусы мына таудың, бұлақ деген таудың артынан шабуыл жасайды деген мүмкіндік бар. Сол үшін осының басына 50 садақшыны қойған. Сол себепті қазіргі таңға дейін садақшылар тауы деп аталып кеткен. Негізі бұрынғы аты Айын деп айтады, бұлақ деген. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бәрі сахабалар бағана соғыс бағанада бітеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үңгірден қайтып шығып келеді. Қараса 70 мұсылман бәрінің құлағын кесіп тастаған, мұрнын кесіп тастаған, мазағын шек шабағын шығарып кеткен ғой. Сөйтіп бүкілін жинап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдымызда тұрған қабірге, сол жерге бәрін жинап, сол жерге жерлейді. Нұрбол ұстаздың әңгімелері кәдімгі 3D форматта болып жатыр бізде. Бұл экран басқа қажет емес. Тікелей сол жерде жүріп, көзбен көріп біліп жатырмыз. Мың рет естігенше Нұрбол ұстаздың қасында жүріп бір рет көрген жақсы екен. Бәдірде жеңілген кегін алу үшін барынша андай қолдарына не келеді, соны бәрін істеген ғой. Енді Бәдірде олар ауыр келген соншалық не үшін екен, оларда Бәдірде Меккенің айтқанда министрлар дейші, Абу Жахил бар, Ғутба бар, ең шарапатты мушриктердің бәрін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлтіреді. И бағанағыдай Абу Суфияның қызы, әкелері бәрі қайтыс болды ғой Бәдірде. Жүректерінде кек толып тұрды.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ағасы Хамза өлген көрген кезде сен бізді қалай ауырттың Бәдірде, біз сені де сөйтеміз деп Хамза радиаллаху анхудың көзін оятып, ішік шабағын шарпып тастайды. Ана Пайғамбар саллаллаху алейхи ең сүйген ағасы, қорғаған, батырлық көрсеткен, дінге қызмет қылған, сол қайтыс болған кезде жүрек елжірейді, ана халді көріп. Соңында айналып келген не үшін? Қаулу Раббун Алла. Біздің Раббымыз Алла деген үшін ғана да негізі. Сондықтан біздің қазір исламда мұсылман болып жүреміз нығмет та, ешқандай қиыншылық көрмей. Мына қыштар тұр ғой, сол сосын артындағы қыштар тұр, сол жерге жерленген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аптасына бір рет үйінен жаяу өшір келіп сахабалармен амандасатын болған. Бұл нәрсе адамның жүрегіне қайтқан өлімді еске алған кезде жүрек тіріле бастайды. Өйткені біз нығметке, комфортқа, бала шаға деген кезде өлімді ұмытамыз ғой. Өлім ұмытқан кезде ақырет ұмытылады, Құдай ұмытылады, иманың әлсірейді. Мен ұстазым айтады, үлкен ғалым кісі. Мен әке-шешем қайтыс болған дейді. Олар зиярат етуге қабірстанға бардым дейді. Қабірстанға барған кезде анам кіре берісте жатады, анам әкем алыс жерде жатады дейді. Қабірстан ішінде. Ұстазым айтады, кірдім, анама дұға еттім дейді, басына Құран оқыдым, дұға еттім дейді. Сөйттім де әкеме баруға еріндім дейді. Алыста болды дейді ішіне. Кіру проблема дейді ішіне. Деп алыстан дұға ете салдым дейді. Сөйтіп ішінде әкем келіп тұр дейді. Анаң келіп маған келе алмай қалдым ба деп ше. Соның үшін жалпы қабір иелері біздің дұғамызға мұқтаж. Аллаға дұға етеміз, бірақ оларға кешірім сұрау. Сондықтан біз осындай қасиетті жерге келген кезде барша адамдарға Алладан сұрап, қайтыс болғандарға истиғфар айту, Алла оларға кешірім сұрасын. Яғни бізге де Алла тағала амандық берсін деп дұға ету әдеп екен. Мынау кезінде 50 садақшынан тұрған төбесі. Соңшы ғалымдар айтады, мұсылмандар Ухудта басында жеңілді, бірақ батырлар дакасы болды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи артынан құлап барды, сондықтан Ухудтағы соғыс негізі жеңілген жоқ дейді. Ал енді бізде құрма бағы. Құрма бағында нағыз сауданың қайдайтын жері. Сауданың жайын осы кісі біледі енді. Нағыз апаларымыздың шай ішетін жеріне келдік. Қойылап отырып шайникпен. Мына жақ бөлек. Мына не қосып қою керек, болады ғой, колонкамен ше, құстардың дауыстарын. Искусственно болса да, бірақ анда не қылып тұрады? Эффект болады. Эффект болады. Апа, құдықтан су алайын деп жүр. Құдықтың түбінде су жоқ, апа. Ағамызға ауылдағы құдық есіне түсті ғой. Шелекті лақтырып жіберіп, шайқап оның әдісі бар ғой, су шығарудың. Bir құдық үйдің жанында болды, бір құдық елдің шетінде болды. Тұщы су. Сонда баратынбыз арбамен. Пайғамбар саллаллаху алейхи осы жұмбақты қояр кезде, құрма ағаш бар ғой. Құрма ағаш өскеннен кейін ортасында ақ өзінің жейтін нәрсесі болады. Тамыр секілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи сахабалармен отырған кезде соны жеп атқан болатын негізі. Омардың баласы айтады, мен соны жеп атқанын көріп түсіндім дейді, бұл жердегі Пайғамбар саллаллаху алейхи құрма ағашын меңзеп тұрған. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи түсіндіреді не үшін екен. Не үшін мұсылман адам құрма ағашына ұқсайды. Мына құрма ағашын көріп тұрсыздар ғой. Құрма ағашының жапырағы мүлдем түспейді.
түспейді, бұрын ол тұрады до конца. Оны тек қана үзіп сындырмайынша, ол қурап тұрса басына тұра береді. Ғалымдар айтады, мұсылман адам да сондай дейді, дұғасын тастамайды. Мұсылман адамның белгісінен, иманнан қандай қиыншылық болсын, жақсылық болсын, әрдайым Аллаға дұға етеді. Алла тағала пайғамбарларды Әмбия деген сүреде айтады. Ядуна раббакум рахба ва рағаба. Алладан қорқып, Алладан және үміт етіп дұға ететін дейді. Қараңызшы, ендеше біз осы құрма ағашы секілді қандай қыс болсын, жаз болсын, қандай халде болсын, қолымыз тек қана аспанға, Алладан ғана жәрдем сұрап, Алладан ғана пана тілеу керекпіз. Және Алла ғана біздің дұғамыз, ғалымдар айтады. Ол дұғаны өзіңіз құлшылық. Біз көбінесе пенде ретінде дұғаны тек қана сондай құрал ретінде көреміз. Дұрыс па? Қазір басыңызда ешқандай қиыншылық жоқ, дұға көп етпейсіз. Өйткені сіз Аллаға мұқтаж емессіз. Ертең басыңызда бір қиыншылық түсіп қалса, мысалға, Құдай сақтасын, бір жаман аурумен ауырып қалса, ана бір финансовый қиын қарызға кіріп кетсеңіз, күні түні бойы қолыңызды аспанға көтересіз. Бұл жердегі проблема, айтқанда, Алла үшін проблема емес, біз үшін проблема да. Не үшін? Өйткені біз дұғаны тек қана құрал ретінде қолданамыз. Ал негізі дұға ол құлшылық. Алла сізге айтқаныңызды берді, бермеді, сіз құлшылық етесіз. Намаз оқыған секілді. Сондықтан мынандай бір оқиға болған. Бір кісі 15-20 жыл дұға қылады. 15-20 жыл дұға қылады, сөйтеді да шайтан азғырады. Сен пәленше 20-30 жылдан бері дұға етіп жатсың. Алла тағала сенің дұғаңды қабыл етпей жатыр. Не істейсің? Қоя салсайшы дейді, дұға етіп жатырсың. Сен 20-15 жылдан бері Алладан сұрайсың, бірақ Алла бермейді ғой саған дейді. Не пайдасы бар бұл дұғаның дейді. Сол кезде ана ғалымның жауабын айтып қарасаңыз шайтанға. Ихса я аюха шайтан дейді. Я құрып кетті шайтан дейді. Ана атааббадуллаха биддуа дейді. Мен Аллаға дұға ету арқылы құлшылық жасаймын дейді. Яғни Алла маған берсін, бермесін, бұл менің дұғам, Аллаға деген мұқтаждығым, Аллаға деген әлсіздігім, бұл менің құлшылығым деп бағанағы шайтанға жауап қайтарған. Бұл жерде бізде сондай болу керек та, біз әрине Аллаға мұқтажбыз, Алладан сұраймыз. Егер Алла бізге бермеген жағдайдың өзінде біз құлшылық, бұл дұғаның құлшылық екенін түсіну керекпіз. Яғни ғалымдар айтады, осы құрма ағашына байланысты, жапырақтары дұғаға ұқсайды деп айтты ғой. Не үшін жапырақтары дұғаға ұқсайды дейді? Өйткені сіздің дұғаңыз ешқашан кері қайтарылмайды. Біздің сенім бойынша біз дұға етеміз ғой. Алла маған берсін, бермесін, басқасын берсін, Алла тағала менің дұғамды бос қайтармайды. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біз дұға еттік, мысалға, сіз Алладан бір машина сұрадыңыз, машина бермеді. Алла тағала сізге одан қайырлысын дайындап қойған мүмкін. Дұрыс па? Өзіміз өмірден бәріміз білеміз, оны айтпай ақ қойсақ болады. Кейбір жағдайда біз дұға еткенбіз, Алла тағала басқан берген, біз көңіліміз ренжіп тырысқанбыз, бірақ соңында мынау қайырлы екенін түсінгенбіз. Әркім өз жағдайын жақсы біледі. Сол секілді немесе Алла тағала сіздің дұғаңыздың сауабын ақыретке қалдырып қояды. Хадисте келеді. Ертең қиямет күні адам амал дәптері беріледі ғой. Қараса топ сауаптар тұр да. Сөйтіп сұрайды: "Я Аллахым, бұл сауаптарды мен істеген жоқпын ғой" деген кезде, сен дұға етпедің ба? Біз сенің дұғаңды бермеген кезде, сенің осы дұғаңның сауабын ақыретке қалдырып қойдық. Сол кезде ана пенде айтар екен: "Әттең мен бүкіл дұғамды бермегенімде ғой" деп. Немесе үшінші жағдай бар. Алла тағала сол дұға арқылы біздің басымызға бәлен қайтарады. Сіздің басыңызға бір бәле келіп жатқан кезде сіз дұға етесіз. Алла сіздің айтқаныңызды бермеуі мүмкін, бірақ басыңызға келген бәлен қайтарған болады. Сондықтан ғалымдар айтады, сіздің дұғаңыз құрма ағашының жапырағы секілді, түспейді. Айтқанда, сіз дұға етсеңіз ешқашан ұтылмайсыз. Тек қана пайғамбарымыз айтады: "Мәләм ятаәджәл" дейді. Егер сіз өзіңізді асықтырмасаңыз. Кейбір адамдар бар, дұға етеді. Дұға етіп болғаннан кейін: "Я Аллахым, қашан бересің деп Алла асықтырады." Пайғамбарымыз айтады: егер пенде Алланы асықтыратын болса, Алла тағала бермейді. Сіз дұға еттіңіз бе, Аллаға тапсырасыз. Өйткені дұғаның құндылығы неде? Дұғаның құндылығы біз сұраймыз. Алла тағала Құранда: "Уақала раббукум удуни астаджиб лакум" деді. Ей пенделер, маған дұға етіңдер. Оларға айт, құдайларыңа дұға етіңдер. Сендерге жауап беремін деп Алла уәде берді. Алла уәдесінен тая ма? Сұрақ. Алла уәдесінен таймайды. Значит, Алла бізге уәде берді. Сіз енді дұға еткен кезде сол сезім жүрегіңізде болу керек. Алла менің дұғама жауап береді деп. Бірақ қараңыз, Алла уәде берді, жауап беремін деп. Қашан және қалай жауап беретінін айтқан жоқ.
осы нәрсені сіз Аллаға тапсыру керексіз. Алла тағала бәлкім сізге 10 жылдан кейін беретін шығар. Бәлкім 5 жылдан кейін беретін шығар. Бәлкім сіз қалаған емес, басқа нәрсені беретін шығар. Алла бізге даналығымен, бізге не хайырлы, бізге не пайда екен, соны өзі береді. Қажылық деген сүре бар Құранда. Сол жерде Алла тағала айтады: "Ва минан наси ман яъбудуллаха ала харф" дейді. Араб тілінде харф дейді, біз әріп дейміз ғой. Әріп деген сөз негізі араб тілінен шыққан. Харф деген нәрседен шығады. Харф деген негізі мынандай шетті айтады. Таудың шеті тұрады ғой, құлап түсетін жар. Арабтар соны харф деп айтады. Алла тағала айтады, кейбір адамдар Аллаға солай құлшылық жасайды. Егер оның басына жақсылық келсе, Құдай мені құрметтеді деп айтады. Басына сынақ келсе, Құдай мені азаптады деп айтады. Яғни ол Аллаға құлшылық еткен кезде пайда үшін құлшылық етеді, өзінің пользасы үшін. Ол Құдай, Алла, ұлы Алла бізді жаратты, құлшылыққа лайық деп құлшылық етпейді, өзінің пайдасы үшін құлшылық етеді. Алла тағала сонда айтады, кейбір адамдар сөйтіп құлшылық етеді дейді. Басына бір қиыншылық келсе, сразу дінді тәрк етіп салады дейді. Bir күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне келеді. Үйіне келгеннен кейін Айша анамыз үйінде болады. Айша анамыз бір ыдыстан су ішеді. Су ішкеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрайды: "Сен қай жерінен іштің?" Кейін Пайғамбарымыз Айша анамыз қай жерінен ішсе, сол жерінен ішеді. Сол секілді бұл қараңызшы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам махаббаты қалай адамдар жүрегіне баураған. Сол секілді біз де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең қатты жақсы көрген жерлерінің бірі Құба мешітіне баратынбыз. Сол Алланың бір ерекше мейірімімен біз де дәл бүгін сенбі күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өткен айтқандай сенбі күні жақсы көретін болған баратынбыз. Біз де сол сенбі күні Құба мешітіне қазір барып, екі рағат намаздарын оқып, дуаларымызды айтып шығамыз. Құба мешітінің ерекшелігі неде? Құба мешітінің ерекшелігі исламдағы, Мединадағы официальный салынған ең бірінші мешіт. Ал біз ең алғашқы мешіт Құба мешітіне келе жатырмыз. Апамыз күшті әсерленіп келе жатыр. Мекке жайында біраз нәрсе біледі екен. Мекке жайында, Медина жайында әжеміздің қасында жүрміз. Қателестік түзеп қойып жатыр. Қаншама жыл ұстаз болған екен мектепте, апайымыз. Ал біз пайғамбарымыздың өзі салған Құба мешітіне келе жатырмыз. Кезінде дәл осында үлкен болмаған енді. Кейін үлкейткен осылайна. Құба мешітінің ерекшелігі исламдағы, Мединадағы официальный салынған ең бірінші мешіт.